Оның басқа кітаптардан ерекшелігі жайында айтып отырмын. Оған ұқсас немесе теңдесі жоқ. Оның бірегейлігінің бір саласы оның таралымында. Ол сонысымен шынымен бірегей. Тарихта осы жылдар бойы киелі жазбаның таралымына сәйкес келетін ешқандай кітап жоқ. Мысалға, бұл деректер тек киелі кітаптық мекемелерге қатысты. Басқа баспа мекемелерін баспаханаларды есептемегенде 1974 жылға дейінгі тек киелі кітаптық мекемеге қатысты. Олар 2 миллиард 582 миллион киелі кітапты басып шығарды. Жаңа өсиетті немесе киелі жазбаның бөлік бөлімдерін. Мұның қаншалықты ғаламат көлем екендігін елестете аласыз ба? Сізге мысал келтіруге рұқсат етіңіз. Бұл тек 1974 жылға дейін ғана екендігін ескеруіңіз керек. Киелі кітаптың әрбірін басып шығару үшін жаңа өсиеттің әрқайсысын 1974 жылға дейін басып шығарылған киелі жазбаның әр бөлігін және оның барлығын бір баспахана басып шығарса, онда ол баспахана әр 3 секундта бір киелі кітап көшірмесін, әр минутта 20 көшірме, әр сағатта 1200 көшірме, әр күні 28800 көшірме, әр жылы 10,5 миллион көшірме басып шығаруға тиіс болады. Ал енді ойланып көріңіз, осыған қоса ол еш үзіліссіз 245 жыл бойы 24 сағат бойына жұмыс істеп басып шығару керек болады. Бұл 1974 жылға дейін басып шығарылған тек киелі кітаптың және киелі жазбаның бір бөліктерін басып шығару үшін. Мұның қаншалықты көп мөлшер екендігінің басқа суреттемесін көргіңіз келе ме? Сол уақыт бойы баспаханалармен басып шығарылған киелі кітаптың әр бетін алайық. Егер осы беттерді бір-біріне тығыздап жақын қоятын болсақ, онда онымен әлемді 1000 рет орап жіберуге болар еді. Киелі кітап өзінің таралымымен бірегей. Бұл оның шынайылығын растамайды. Бірақ менің сенетінім, ақиқатты ізденген, ойланатын адам осындай қасиеті бар кітапқа назар аударатын еді.